Біз өткен бағдарламамызда Ерназар мен Бекет батыр туралы күйлер жайлы айттық. Бір қызға 15 күй арнағанын айттық. Тіпті қалың малға сатылып кеткен Алиманың тағдыры жайлы күйді айттық. Бірақ табақ тартуға арналған күй жайлы айтпаппыз. Армысыз құрметті көрермен. Бүгін сол уақиғаны баяндаймыз. Жақынырақ отырыңыз, біз бағдарламамызды бастаймыз. Бұл уақиға сонау 1902 жыл болады. Сол жылдың қыркүйек айының бас жағында Қазанғап Бүркітбайдың асына келеді. Бұрынғы Айшуақ совхозы, Қосқақ фермасының қасындағы Ақтікен деген жерде Қалдықожа әкесі Бүркітбайға ас береді. Бұл ел аузында қалған ең ірі ас берудің бірі болатынды. Асқа бүкіл кіші жүзге, мына шеті Қарақалпақстанға сауын айтып хабар жіберіледі. Аста арнайы 100 киіз үй тігіледі. Бұдан басқа көрші отырған басқа руларда әрқайсысы 10 үйден тігіп, бөлек ауыл болып отырады. Үйлердің орналасы аумағы әжептәуір көлемді болғандықтан табақ тартуға 9 жорға аттарын бір ай әдейі үйретіп дайындайды. Себебі тамақ асатын жер тіккен үйлерден әжептәуір қашықтықта болатынды. Қазанғап киіз үйдің көлеңкесінде отырып, айналасына назар салып қараса, баяғы өзі көрген Бүркітбайдың тор жорға аты мен ауыл жігіттері табақ тартып жүр екен. Жүген жоқ, үстіндегі жігіт екі қолтығында 2 табақ, ошақтың басына шу дегенде еш жаққа бұрыл тартпай тігілген үйге бір-ақ барады. Табақты апарып тастап, кейін қайтады. Бүркітбайдың тор жорға аты Қазанғаптың қай-қайдағы естеліктерін көз алдына алып келеді. Әсіресе Бүркітбаймен кездесуі мен оның қамқорлығы есіне түседі. Қазанғап ел аралап жүріп, сол кезде ел арасына байлығымен, мырзалығымен, жалпы ағайын тумаға қамқорлығымен аты шыққан Бүркітбайдың ауылына келеді. Бүркітбай мен Қазанғап тез тіл табысып, ағалы інідей араласып кетеді. Бүркітбай жылда сойыс соғымын Қазанғапқа беріп отырған. Ел ішінде Бүркітбай атқа мырза, Қалыбай асқа мырза деген сөз бекер айтылмаса керек. Ол аз болғандай, Бүркітбай Қазанғапты інісі есебінде алдына мал салып, Қабақ руының Таласбай аталығынан Балғымыс атты бір қызын алып беріп, бөлек отау қылып шығарады. Бұл уақиғаны келесі бағдарламамызда айтамыз. Міндетті түрде қараңыз, өте қызық әңгіме. Енді Бүркітбай туралы бірер уақиға болсын. Қазанғап көп деген сырын тек қана Бүркітбаймен бөлісетін болған. Ол Қазанғаптың жанын жақсы түсінетін, өйткені өзі де жас кезінде байлығы болмай, тек қана аңшылықпен күн көреді екен. Бірде Жаңғылыштың руынан шыққан Паң деген байы Бегімбеттің ауылына келіп түседі. Бегімбет қой сойып, Паңды үлкен құрметпен күтеді. Әңгіме арасында Бегімбет інісінің малы жоқ, тек аң аулаумен күн көріп отырғанын айтады. Ағайынды 2 адамның қоңсы отырып, бірінің бай, екіншісінің жұпыны тіршілігі бұл кісіні ойландырып таң қалдырады. Дегенмен Паң Бүркітбайдың ауылына да соғады. Ыстық ықыласпен берген қонағасына дән риза болады. Жүрерінде тымағының бір түлкінің терісі жетпей тұрғанын айтады. Сол кезде Бүркітбай бір қапшық түлкінің терісін бөктеріп жібереді. Паң Бүркітбайдың мәрттігіне көңілі толып, өзінің Ұлдай деген қызын беріп, еншісіне бір үйір жылқы қоса береді.
Ұлдайдан бала болмаған көрінеді. Есесіне сол бір үйір жылқы 12 мың жылқыға айналған екен. Ел арасында ұлдайға бала бітпегенімен Бүркітбайға байлық бітті ғой деген әңгіме бекер айтылмаса керек. Бірде Бүркітбай сауда жұмыстарымен Ақтөбе, Ырғыз, Орск, Омск, Орынбор тағы басқа қалаларды аралап, ауқатты адамдармен кездесіп, әңгімелескенінде өзінің шектеден шыққан Бүркітбай деген бай екенін көлденеңнен тартып айтқанымен, оны онша көп біле бермейтінін аңғарады. Елге оралғаннан кейін Қазанғапты шақыртып алып: «Ай Қазанғап жан, Орынбордың базарына барсам да, Қоңыраттың базарына барсам да, Көкжарға барсам да, сен айтады, Қазанғаптың еліненсің бе деп сұрайды. 12 мың жылқы біткен мені танымайды. Қай жерге барсам да сенің күйлеріңді тартады. Қазанғап, мына жаман ағаңның саған бір тілегі бар. Сәті түскенде маған да бір күй арнасаң қайтеді» деп өтініш жасайды. Сонан Қазанғап бір сапарында Бүркітбайдың ауылына келеді. Жұрт жылы 3 мың жылқысын Құланды түбегіне айдап апарып, аман шығарған Бүркітбай Қазанғап келгенде керегеге сүйеніп, дамбар қырқасынан Қандыбұлаққа қарай өрген жылқысына қарап тұр екен. Осы кезде бөгелек қаққан тораты үйір жылқыны бастап, құйрығын шаншып, жорғалап барып ағызып суға құлайды. Осы кезде қасына келген Қазанғапқа Бүркітбай: «Ал Қазанғап, сен домбырашы болсаң, осы жерде менің тор жорғама күй арнап тартшы» дейді. Қазанғап домбырасын құлағын бұрауын келтіріп, Бүркітбайдың қасына отыра қалып, бір күйді безілдетіп тарта жөнеліпті. Сонда Бүркітбай: «Ай Қазанғап қарағым-ай, мені тор жорғамның жүрсін айнытпай салдың ғой» деген екен. Бұл күйге риза болған Бүркітбай сол жылқысының ішінен бір жүйрікті ұстап, Қазанғаптың астына мінгізіп жіберіпті. Осыдан бастап Бүркітбайдың атағы бүкіл ұлығымның бойына түгел жайлады. Ал Қазанғаптың бұл күйі Бүркітбайдың тор жорғаттың бөгелек қағу атымен ел ішінен кеңінен таралып кете береді. Асқа келген Қазанғаптың көзі адайдың қос байталына түскенде ғана ойын жиып алады. Астың сәні ат жарыс, аламан бәйгі. Сондықтан атбегілер Бүркітбай асына кіші жүзге атағы шыққан небір сәйгүліктерін алып келген екен. Ұлығын бойына атағы шыққан атсейіс бақты берген атақты бәйгі күреңмен ақ құйрықты бәйгеге қосуға алып келеді. Бақты бергеннің Медеубай атты жас баласы күрең атымен шабатын болып жүр екен. Асқа Қазанғап келді деген хабарды естіген Бақты берген күйге ынтық болып жүрген баласы Медеубайды ертіп, сәлем бермекші болып Қазанғап отырған отауға барады. Сол күні Медеубай атақты күйшінің көзін көріп, Қазанғаптың орындаған небір сазды күйлерін құлағымен естиді. Қазанғапта ұлығын бойынан атағы кең жайылған атсейіс Бақты бергенді көріп, бір көтеріліп қалады. Бақты берген Қазанғаппен қоштасып кетер алдында: «Қазеке, ел аралап көп жүресіз, талай бәйгінің куәсі болдыңыз. Осы асқа келген аттардың арасында бәйгіден дәмелі қай елдің сәйгүлігіне көзіңіз түсті?» деп сұрайды. Сонда Қазанғап: «Қарақалпақтан келген атбегілер бөлек ауыл болып, аттарын ешкімге көрсетпей қыр астында бағып отыр. Олардың аттары да, әтсейістері де ерекше,
талай жерде шапқанын көргенмін. Арқалық жақтан қыпшақтар көк теңбіл деген тұлпарын алып келіпті. Бұл да талай жерде бәйге алып жүрген сүйек асыл аттардың бірі. Адайлар атақты қос боз байталын алып келіпті деп естігем. Елінің абыройы үшін айғыр салмайды, құлындатпайды, үнемі бәйгеге қосады. Даңқы жер жарып тұр. Адайдың едіге атты кәрі ғұлама сыншысы келіпті деп естігем. Егер мүмкіншілігің болса, аттарыңды соған көрсетіп алғандарың артық болмас дейді. Бәйгеге 2 күн қалғанда ат алып келген адамдар оңаша бас қосып кеңеседі. Аттар 75 шақырымға шабатын естігенде ат қосам деушілердің саны күрт кеміп, аламанға 73 ат қана іріктеліп шығады. Өйткені 75 шақырымға кез келген ат шыдамайтын еді. Мәреге жете алмай көбі мерт болатын. Қабақтар жағы Қазанғаптың айтқан кеңесін тыңдап, ат сыншысы едіге қартты шақыртып, күрең мен ақ құйрықтысын атады. Едіге аттарды қарап, сүйсініп, бір айналып шығып, ай жарықтық 50 жылда бір туатын күлік екен. Ертеден шапса кеш қозған нағыз тұлпар екен. Бәйге ілігеді. Жануардың өкпесі тесік. Өйткені алысқа шабат, тынысы кең ат екен деп, өкпе тұсын сұқ саусағымен нұсқайды. Сонда бозбала Медеубай барып аңдыды. Аттың өкпе тұсының орайдан сыздықтап, көзге шалынар-шалынбас бу шығып тұр екен. Едіге сыншы одан басқа ашылып, ештен айта қоймайды. Аламан бәйгеде басталды. Лап деген белгі берілген бойда жер дүние ат тұяғының дүбірінің астында қалды. 25 шақырымның шамасында түйдек-түйдек келе жатқан бәйге аттары тарқатыла бастады. 45 шақырымнан соң бәрі де өзгеріп сала берді. Соңғы 3 шақырым сәйгүліктердің тағдырын шешті. Бәйге күрең әдетінше қара үзіп, қарақшыға жалғыз келеді. Тақымы, аяқтары ұйып, аттан түсе алмай жатқан бала Медеубайды әкесі мен інісі Жаппар берген тік көтеріп алады. Екінші келуге тиісті боз байтал 1 шақырым қалғанда жалғыз қазыққа ұрынып майып болады. Үшінші келуге тиісті екінші бәйге келінеді. Қарақшыға үшінші болып жеткен баранға ай мынау жолдан қосылған ат деп бәйге берілмейді. Аяғы дау болады, дау төбелеспен аяқталады. Бұл орын ақтанауға бұйырады. 4-ші тас күрең шығады. Аяғы кеткен ақ құйрық 5-ші орынға қанағаттанады. Бәйгеге 1-ші орынға 100 жылқы, 2-ші орынға 75 жылқы, 3-ші орынға 50 жылқы тіккен екен. Атының жеңісіне риза болған бақты берген Қазанғапқа алғысын айтып, астына бір ат мінгізіп кетеді. Ас бірнеше күнге созылады. Бүркітбайдың тор жорғасының табақ тасып жүргенін көрген Қазанғап, ай жарықтық, кезінде 3000 жылқыны бастап жүрген тор жорға едің. Бұл күнде аста табақ тартуғана бұйырған екен. Бүркітбай дүниеден көшсе де өз қызметіңді атқарып жатырсың ау жануарым. Уақыт шіркінде осы тор жорғаның жүрісінде зымырап өтіп жатыр ау деп Қазанғап отауға кіріп, қолына домбырасын алып, асқа жиналған қонақтардың алдында Бүркітбайдың тор жорғасының табақ тартқан күйін орындап береді.
осылайша Қазанғап ағасындай болған Бүркітбайдың есімін бөгелек және табақ тартқан күйлер арқылы мәңгілікке өрнектеп кетті. Ал құрметті көрермен, мен сендермен қоштаспаймын. Тек келесі кездескенше аман сау болыңдар демекшімін.